Достар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бананның бағасы 250 теңге. Ойлашы. Төртеуін алсаң сонда 1000 теңге болады. Мынау ең керекті дегендерден алдық қой, ең необходимый дегендерден ше. Бір сәбіз, пияз, картошка, банан. Қазір көрейік қанша болды. Ал кетті. Жоғарымен қанерлеп. Жырқ десең. Пакетке жабысқан ғой. 504 теңге нормально? Майчан. Төртеуі 504 теңге алып алшы. Ал біз бананымызды жеп алайық. 250 теңге алып. Ары қарай тамақ істеп жұмысқа дайындалу керек. Так, бүгін бізде завтрак мынандай болып тұр. Рис істейміз. Короче, бірінші алдымен мына жаққа майды құйып аламыз. Сонымен аламыз да нарды қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін аламыз да су қосамыз. Қуыру барысында, процесінде мыналарды қосамыз. Мына үшеуін қосамыз. Жақсылап қуырамыз. Қуырғаннан кейін су қосылады. Су қосылғаннан кейін ажырық бірінші нанын қосамыз. И одан кейін барып су қосылады. И одан кейін тұз қосылады. Араластырамыз. Сыртын жабамыз. И күтеміз. И осылай дәл осындай ингредиенттермен мысалға бүгінгі завтрак дайын болады, Құдай қаласа. Сол. Осы жетіп қалды. Жетіп қалды дегенде негізінде көп салып жүрдім, көп қосып жүрдім. Видеоға түсіремін ше. Енді қазір майды кішкене былай қызғанып күту керек. Ысыған. И одан кейін барып саламыз. И сол салғандағы звук ұнайды маған, мысалға қазір не алады. Сол кезде нарты салған кезде пшшш деген дауыс шығады. Сол дауыс керемет дауыс. Мысалға көрсетейін. Мақыл қатты шықпай қалды. Міне осы дауыс ғой. Айтатқан деген сияқты. Сәбіздерді елгейді қосшы дейін былайынан жа. Болды бәрін осы. Осыған енді перец қосамыз кішкене. Болды сөйтіп. Мынандай түсінбейді негізі мынандай не екенше. Так, примерно ұрайырым. Қосып. Болды. Енді дәл осылай қойған жеріне үстіне қосып жібереміз. Негізі кішкене көктеу ма? Жетеді негізі өзіне. В общем, қосылды. Былай астына чтобы картошка нелер, сәбіздер астына астында, короче. Өздері суды қосқан кезде олар астында ыстығынан ұзағынан қайнайтын кезде ше. Болады сондай. И суды қосамыз. Дауыс шығады тоже. Примерно осылай и астын кішкене жай қойып. Вышқа жүрмесін дағы. Былай жай қойдық. Енді су қосайық. Егер шын айтсам суды қанша қосу керек білмеймін, бірақ примерно на глаз осыны бүйтіп сал жерге салсаң болды. Ары қарай кетті. Енді главное просто осыны араластыру керек. Примерно на глаз саласың. Негізі бүйтіп видеоға салмаймын. Былай тастай салмаймын. Былай бүйтіп себетінен негізінде. Білмеймін, бірақ қазір что-то сал жүрдім осы олай. Так, осылай араластыру керек. Тұзы кішкене басқа жаққа, басқа бөлшектерге де былай таралсын да былай. Тек қана бір бөлшек тұзды тұрмасын. Распределение дейді, равномерное. Сол сияқты. Тыныш болып қалды кәдімгідей. Болды, осы жетеді. Араластырамыз. Просто болды, енді жабасын күтесің болды. Тамақ дайын. Құдай қаласа. Жарты сағатқа 40 минут па. Енді 40 минуттен прям андай жұмсақ болып кететін кездер болады. Сондай болмаса. Так, оған дейін де өшіруге болады. Достар, мына кішкене сухойлау болып қалды ма? Сухой проныңырдай. Білейм. Шөлдек пемекен неге. Что-то ристі көп қосып қойдым негізі. Рис көп, су аз болып тұрған. Мейлі енді тәуекел достар. Заты ашық қылмайсың бұйырғаны болса.
Алматыда строгосная тема. 15 тенге литр. Сейчас возвращаемся с работы. Был продуктивный день. 10 часов ночи. Поехали. Эй, мам, мен орысша сөйлеп кеттім әле? Есін шығып кетті. Қазақша екен ғой, біздің. Сол жұмыстан қайтып бара жатқанбыз. Опа. Сразу скажу, это приготовил не я. Такое я бы не смог приготовить. Как минимум дәл қазір уақытта бұндай нәрсе ішлей қолымнан келмейді. Хотя интернеттен көріп істеуге болады негізі. В общем, сағат 11-де осындай ужин ішінде отырмыз. Құдайға мыңда бір шүкір. Қайырлы таң достар. Бүгін бізде завтракқа осындай шай, бәрі стабильно, Құдайға шүкір. Жеп алайық. Одан кейін жұмысқа шығу керек. Бүгін жұмыс 10-да басталады. Ерте басталады. Оған да шүкір. Негізі тамақ жеп болғаннан кейін, толықтай жеп болса, сол кезде мына дұғаны айтқан дұрыс деп ойлаймын өз өзім. Менен ешқандай күш қуат талап етпей, мені ризықтандырып, тамақтандырған Аллаға мадақтар мен мақтаулар болсын. И тұрастыр осылай мысалы. Алхамдулилля деп ше, мысалы Құдайға шүкір. Былай қарап тұрсаң, шынымен сен тамақ жеуің үшін саған бір нәрсе істеу керек емес, особо ше. Типа барып бір тасты көтеру керек емес, или бір нәрсе істеу керек емес ше, мысалға. Сен просто так тамақ жеу, просто так ше. Сондықтан ешқандай былайша айтқанда сенен күш қуат талап етіліп жатқан жоқ та. Сен мынаны істеуің керек деп ше. Просто так тамақ жеу. Сондықтан былайша айтқанда бұның өзі не деген негізі андай нәрседе. Қадірін түсіну керек нәрсе. Тем более тәтті тамақ жеп жатсың деген не. Құдайға шүкір. Сосын мен де өз басым всегда андай правиланы осы жақыннан бері ұстануға тырысамын. Оразадан кейін солай ұстануға тырысамын. Мысалы асқазанның 3/1 бөлігін тамаққа толтырасың, 3/1 бөлігін суға, ал 3/1 бөлігін бос тұру керек. То есть сен тойып тек қана тамаққа 3/3 бөлігін полностью толтырып жүргенге болмайды да. Мысалға мен ол нәрсені қалай сезіндім. Во-первых, сол нені оқыдым ақпаратта. И одан кейін тойып жейтін едім, мысалға кешке қарай тойып жейтін едім. И кәдімгідей андай плохо болатын еді маған. Онша емес сезім болатын еді андай. Ұйықтаған кезде де андай азан тұрған кезде де андай ауырлықпен ойнасың ше. Өйткені тойып ұйықтап алғансың ғой. И тойып жесең де мысалы далада жүресің андай мазаң болмай бір нәрсе. Ал егер тойып емес, бірақ андай тойғанға дейін мысалы жаңағы 3/1 бөлігін толтырсаң, и 3/1 бөлігін әшейін су ішсең, шай ішсең, сондай бір жидкость ішсең, и 3/1 бөлігін жаңағыдай бос тұрсаң, то есть әлі де бір орын бар да мысалға. Әлі де кішкене болса да былай жесең болады деген сияқты бір ощущение болып тұрады. Сол кезде резко тоқтау керек. То есть ары қарай жемей ақ қою керек деген сияқты мысалға. Не обязательно прям тойып жеу ше, мысалға айтқым келген сол ғой. И соны істеп көрсеңіздер, шынымен де андай бір берекелі андай сезесіздер. Сәл жеңілдік болып жүрген ше, мысалға. Вот ата той болған ощущение бәрі білетін шығар. Кішкене онша емес ощущение екен ше. Олай жеу керек емес деген ол. Енді білмеймін, басқару өз басым солай істеуге тырысамын как минимум. Достар, қазір біз банан алуға келдік. Жұмыс уақытынан тыс бізде қазір обед болып отыр. Тыс дегенде сол жұмыстың обеді ғой. Обед или обед. Сол бананнан бөлек самсал керек қазір тұтмаса. Мына анау менің велем тұр. Жарқырап қазір жақын отыр. Мына. Жұмыс Зеленый базардың қасында болғаннан кейін адамдар мың болып өтеді ғой. Ары бері бәрі сауда саттық. Все в движении дегенде ғой. Хаосе деген сияқты. Достар, біз жұмыстан қайту үстіндеміз. Великпен. Просто видеоны түсіру үшін великтен түстім деген ба. Ертең Құдай қаласа бізде негізі выходной. Бірақ прикиньте, бізде андай, например,
выходной күні шығатын болсаң, саған сол күні 3 есе төленеді. Мысалға бір күнге 5 мың төленеді дейікші, мысалы. Именно сол күні выходной күні шыққаның үшін 5 мың теңгенің орнына саған 3 есе 15 мың төленеді бір күнде. Вот из-за этого мен ертең выход в свой выходной деген нені оформить еттім, былайша айтқанда. Так что құдай қаласа ертең тоже жұмыс. Бірақ выходныйдың жақсы жері, ол күні білгеніңді істейсің, былайша айтқанда. Білгеніңді істеп жүре бересің графикте ше. То перерывқа шығасың, то обедке шығасың өзің қалаған уақытында. Рахат емес па? Еще саған 3 есе төленеді ол үшін ше. И білгеніңді істейсің, и ақшаң көбірек аласың. Былайша айтқанда. Әдемі ғой. Ал достар, біз қайттан мына асты ысытып жатырмыз. Осы ужин біздікі. Вот осымен видео бітті. Өйткені слишком көп. 40 минут сүрсем болмайды да енді. 40 минут подряд ше. 40 минут бойы көріп, біреудің уақытын алып жүрмеймін. Сондықтан бөліп. Енді көргісі келсе, көреді адамдар, көргісі келмесе ең аңғарсың. Пышақ деген былайынан тұрған. Тура. Сол. Сондықтан осымен видеоны жалғастырамыз деген аяқтаймыз. Негізі видеоның басында амандасуды ұмытып кеттім ше. Как раз басқа фрагменттен алып амандасатын болсаң, неискренне болып қаламын деймін да. Бірақ или сөйтіп қоя салайын ба? Аладым. Қоя салайын ба или? Қазір, короче, достар, мен дәл осы жерден не амандасам видеоның басында ше. Сіздер оны көресіздер. Все, мен көтсілей күттім ғой. Көтсілей күттім дегенде, именно осы период отрывокта ше. Все, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сәттілік. Көріскенше.